Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Қанша заманнан сөз айтып. Енді нағыз қауіп төнді. Тоқаев Қанішер Путиннен қал кеткенін біліп, енді өзіне жаңа қожайын тапты. Енді Қазақстанда Қытайдың әскери базасын орнатады. Қашан айттың демеңіздер. Жағыңа жылан жұмыртқаласын демек түгілі, жағыңа динозавр жұмыртқаласын десең дей бер. Айтқаным айдай келіп жатыр. Енді Тоқаев өзінің сатқын Қанішер билігін сақтау үшін Қазақстанда Қытайдың әскери базасын орнатады. Мынау көшеде қаптап жүрген Қытай ойыншы ғой. Мынау көшеде қаптап жүрген Қытай, ол сіздердің көздеріңізді үйретуге келген Қытай. Алдымен ана құжынаған Қытайға көзі қысық тісі, қисық тісін тілімен жасырған, беті күліп іші ұлып тұрған мына арсыз, жалмауыз, құрт құмырсқа бақашайын жейтін Қытайға көздерің үйренеді қазақ алдымен. Одан оның ана бақашаян жей берген денесінен шығып тұрған сасық иісіне мұрның үйренеді. Одан ары қарай Қытай көзіне ондай сүйкімсіз, жағымсыз ұлт жауы ретінде көрінбейді. Тіпті енді Қытайдың ана сасық иісінің өзі мұрның үйреніп, ең соңында Қытай сасық емес екен ғой, нормальны ғой. Орыстың қонақ сәсіне қарағанда жақсы дейсің. Одан әлпеште бүлбіреп, онай омыртқаңды үзіп, тапқан қызыңды Қытайға бересің. Сасық Қытайдың құшағында қызың махаббатқа балқиды. Қытай құдаң саған өкпе құйрық бауыр асатпай, Қытай құдаң енді саған қойдың басын, жылқының қазығарда жал жаясын, жамбасын емес, Қытай құдаң енді саған тасбақаны, бақашаянды береді. Тәрелкаңның алдында, дастарқаныңда жыбырлаған құрт тұрады, құдеке, ал, мына құртты жесең, 90 жасайсың, мына құрт жесең, 80 жасайсың. Өзі құртты екі таяғымен аузына қысып алғанда, құрттың басы аузына кіргенде жыланның құйрығаны жақтан сыбырлап жатыр. Соның өзі көзіңе жиіркенішті көрінбейтін болады қазақ. Мына қаптаған Қытай сенің көзіңді үйретіп жатыр. Ана сасық иісі мұрныңды үйретіп жатыр. Содан ең соңында сен Қытай ештен келмес екен ғой. Мынау Серікжан деген албаты оттай береді екен. Қытай келсе біздің таксистерге клиент көбейеді екен. Жақсы болды, Қытайлар маладес. Қытайлар бір отырғанда қазақтарға 1000 теңге десең әрең береді. Қытай маладес 5000-ді лақтыраса кетті дейді. Сөйтіп жақсы көре бастайсың қазақ. Ресторан ашатындар қуанады, Қытай жақсы, маладес. Ой, бір жолда қазақтар бір тәрелке жейді де кетеді. 5 Қытай келді де 30-40 тамақ беріп, чұқып жеп, түкіріп кетіп қалды деп мәз боласың. Қонақ үйдің иелері қуанады, үйді арендаға берушілер қуанады. Ой, Қытай маладес, жақсы. Бір жатқанда бәлен жатады. Жезөкшелер қуанады. Жеңгетай сутинерлер қуанады. Сөйтіп, араға 1 жыл салмай Қазақстанда Қытай диаспорасы дейтін ұлт қалыптасады. 100 000 қазақ, 200 000 қазақ Қытаймен құда боп шығады. Анау Назарбаев кезінен бар, тегін грант беріп, айына $1000 стипендия тағайындап, Қытайда оқытқан бакалаврлар, студенттер бәрі арқы бұтыр, соның бәрі Қытайдың кадры болып келеді. Сөйтіп олар ауылдың әкімі, ауданның әкімі, мектептің директоры, докторхананың бастығы, университетте декан, профессор болып шығады. Бәрі Қытайдан оқыған. Қытай ол кадрларын дайындап қойды. Назарбаев кезінен Қытайда тегін стипендия беріп оқыған қазақстандықтар Қытайдың кадры. Және екіншісі, ол қазақстандықтар Қазақстанда туып өскен қазақтар болса, енді Қытайда туып өскен, Қытайдың тәрбиесін көрген, Қытайға бопсаланған, жүрегімен адал берілген оралмандар шығады. Сөйтіп Қытайға жұмыс істейтін
оралман қазақ пен Қытайға жұмыс істейтін қазақстандық қазақ аға бауыр болып одақтасып, біреуі қытайшаны шала-пұла сөйлейді, екіншісі қытайшаны тастай тұнық сөйлейді. Сөйтіп, Қытайға құл болу заманы басталады. Міне Шияндағы жиналыстың мәні мен мақсаты осы қазақ. Құй ұнат, құй ұнатпа, құй жақсы көр, құй жақсы көрме. Құй аузыңа жылан жұмыртқаласын де, құй жағыңа динозавр жұмыртқаласын де айтатыным осы. Өте өкінішті. Дәл осындай тарихи сәтте Қытайға қарсы шапқан жалғыз баһадүр батыр Бекзат Мақсұтханұлына зор қызығушылық танытам. Әттең қазақ, Бекзат жалғыз түрмеге отырды. Кем дегенде 10 мың қазақ Қытайға қарсы тұрып түрмеге отыруын керек еді. Логика бойынша, ар бойынша, ождан бойынша 10 мың қазақ Қытайға қарсы тұрып, қамалсаң, сотталсаң, ұлт ретінде бетіміз жарқ, еңсеміз үстем болар еді. Өкінішті. Бекзат Мақсұтхандай бір баһадүр еркек шықты. Соғанда тауба. Кем дегенде ертең біздің ұрпағымыз Қытайға қарсы қанша мың қазақ аттанды дегенде біреу деп айта аламыз. Кем дегенде біреу деп айта аламыз. Қалғанымыз диван батырлары, Facebook батырлары, Instagram батырлары болды. Ана ойбай Қытай қаптады Жаркентте деп. Ойбай Қытайлар мына далада, ен далада шөптің тамырын қазып жатыр дейді. Шөптің тамыры Қытайда алтыннан қымбат. Мына қызыл мияның тамыры, көк мия деген тамыры Қытайда алтыннан қымбат 1 грамы. Қытай келіп жеріңе келсе, енді шөбіңнің тамырына дейін қалмайды. Бұғының мүйізі қалмайды. Құрт құмырсқа, тіпті анау суыңдағы жеріңдегі бәрі қалмайды. Біткен жерің сол. Біткен жерің сол. Ал қазақтар, не айтам енді? Бүгінгі қазақ, ертеңгі Қытай. Не айтам енді сендерге? Бұдан кейін сендермен нихау деп амандасам ба? Не деп амандасам? Отырсыңдар тотиып. Тотиып отырсыңдар. Енді Тоқаев 30 келісімге қол қойып лақпасын. Кім біледі неге қол қойды?